Сәлем достар, бүгін түріктердің ұлттық тағамы лахмачун жасаймыз. Помидор, болгарский, пиязды майдалап турап ыдысымызға саламыз. Кинзамызды турап саламыз. Үстіне фаршымызды саламыз. Және де дәміне қарай тұзын, қара бұрыш, қызыл бұрыш себеміз. Томат саламыз. Азғана сұйық май құямыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді қамырын жаямыз. Қамырын осылай дөңгелектеп жайсаңыздар да болады. Табамызға бірден салып аламыз. Сосын осылай жұқа етіп жаямыз лахмачунды. Менді 180 градуста 15-20 минут пісіріп алдым. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.